Сәлеметсіздер ме? Мен Әбубәкір Жәмиля Манарбекқызы. Педагогикалық идеялар панорамасы 2025 республикалық байқауына мәдениетаралық сауаттылық бағытында заң және біз танымы сабағын ұсынып отырмын. Қазіргі қоғамда жасөспірімдерге құқықтық тәрбие берудің маңызы ерекше. Сондықтан заң және біз тақырыбындағы сабақ оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттырып қана қоймай, өмірлік дағдыларды қалыптастыруға, қоғамдағы өзекті мәселелерді шешуге бағытталған. Бұл сабақтағы интербелсенді әдістер құқықтық білімді меңгертуге, теория мен тәжірибені байланыстыруға негізделген. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Отыра қойыңыздар. Балалар, экрандағы белгілер арқылы амандасып алайық. Өте тамаша. Балалар, бүгінгі тақырыпты анықтау үшін сіздерге екі сұрақ дайындап әкелдім. Біріншісін кім оқиды? Қайни? Заңды құрметтейтін адам қандай болу керек? Заңды құрметтейтін адам жауапкершілігі мол, білімді, тәртіпті болу керек. Өте тамаша, жақсы. Келесі сұрақты кім оқиды? Айару? Мектепте немесе қоғамдық орында әділетсіздікке тап болса не істер едім? Мұғалімге айтып немесе қорғау органдарына хабарласар едім. Өте жақсы. Отыра ғой. Балалар, дұрыс айтасыздар. Яғни заңды білу үшін жауапкершілігі мол болу керек, адал болу керек, әрқашан заңды сақтап отыру керек. Ендеше бүгінгі сабағымыз заң және біз деп аталады. Бүгінгі сабақтың мақсатына келетін болсақ, жалпы оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттыра отырып, қазіргі буллинг, экстремизм, жемқорлық, тәртіпсіздік себеп салдарын талдап, оның алдын алу жолдарын қарастыруымыз қажет. Сонымен қатар сыни ойлау, пікірталас дағдыларын дамыту арқылы нақты өмірде мысал келтірулеріміз қажет. Бірінші кейс студия әдісі арқылы топтық тапсырманы орындайық. Алдарыңызда таратпа материалдар берілген топтарыңызда. Осы таратпа материалдар негізінде бірінші топта таратпа материалды 2 минут оқып, 3 минут топта талдаймыз да, сосын әр топтан бір оқушы қорғаймыз. Жақсы ма? Сіздерде мына жерде буллингке қарсы әрекет байланысты қандай себептерін анықтап отырсыздар? Назар аударуға тырысу болады. Теріс интернет әсері, эмпатияның жоқтығы болады. Жақсы. Сіздердің тақырыптарыңызда? Жақсы, тамаша. Енді осыны топтан қорғап шығасыздар. Орталарыңыздан бір бала шығады. Жақсы, ортаға бірінші әділдік тобын шақырайық. Талдаңыз. Топпен осы тақырыпты талқылай отырып мынандай шешімдерге келдік. Буллингтің себептері: эмпатияның жоқтығы, яғни біреудің сезімін түсіне алмау; теріс интернет әсері; назар аударуға тырысу. Жәбірленушіге көмектесудің 3 жолын ұсыныңыз. Жәбірленушіге көмектесудің 3 жолы: қолдау білдіру, яғни жылы сөз айтып жалғыз қалдырмау; екіншіден, ата-анаға хабарлау, көмек сұрау, достармен бірге қорғау. Қазіргі таңда біздің ойымызша буллингке қарсы әрекетте ең маңызды рөлді ата-ана мен мұғалім атқарады. Сондықтан сенімді орта қалыптастыру, яғни балалар мен мұғалімдер арасындағы сенімді орта түсіністікке үйрету, яғни баланы басқаға ренжітпеуге, мазақ етпеуге, мейірімді болуға үйрету; қарым-қатынастарын бақылау, яғни бір-біріне балалар қалай сөйлейді, қалай қарайды, соны анықтау. Өз мектебіңізде буллингтің алдын алу үшін қауіпсіз орта ережесін құрастырыңыз. Қауіпсіз орта ережесі, яғни бір-біріне құрметпен қарау, мейірімді болу, біреудің ойын сыйлай білу; екіншіден, проблеманы жасырып қалмау; үшіншіден, көмек сұрай білу; сосын әлеуметтік желіде әдептілік сақтау. Мектеп қауіпсіз аймақ, яғни бала бұл дегеніміз бала өзін қорғалған әрі сенімді орта сезінеді. Біз топпен осы тақырыпты талқылай отырып, мектебінде бірлік бар, буллингке жол жоқ достарды таңдадық. Мен бұған екінші топты шақырайық ортаға. Экстремизмнің алдын алу үшін жастар не істеуіміз керек? Яғни ақпаратты сенімді деректен алу, теріс мазмұнды жазбаларды бұғаттау және де күмәнді жазбаларды ересектерге хабарлау. Сыбайлас жемқорлық қоғам біздің таңдауымыз. Сыбайлас жемқорлықтың түрлері: таныстық арқылы көмек көрсету, пара алу, беру; қызметтік жағдайды жеке пайдаға асыру. Оның зияны мемлекеттің дамуын тежейді, әділетсіздік пен сенімсіздікті арттырады, азаматтардың құқықтарына нұқсан келтіреді. Бұған қарсы жастар не істей алады? Адалдық пен әділдікті ұстану, заңды құрметтеу, ашықтық пен сенімді насихаттау, пара бермеу, алмау. Енді балалар, осы айтылған топтардың қорғалуына байланысты әрқайсымыз рефлексия жасаймыз. Қазіргі таңда мектебімізде арнайы жоба бар, иә? Ол тәрбиелік жоба, бұл даналық мектебі. Даналық мектебінің өкілдерін білеміз бе? Қандай? Жақсы. Ағалар, жеңгелер мектебі, иә? Осы мектепке сай біздер қазір рефлексия құнды, қиын, қызық, қолданамын деген сөздерді пайдалана отырып рефлексия жасайық. Бірінші топтан қайсың шастыр? Зейнегүл Шағой. Біздің топқа буллинг тақырыбы берілген. Сол жайында бізге топ барысында қиын болғаны буллингтің себебін анықтап және де оған заң бойынша шешімін табу болды. Құнды, біз осы топ барысында бір-бірімізге қажет кезде қолдау көрсетіп, буллингке қарсы болуды түсіндік. Жақсы, енді төртінші жасампаздық тобынан қайсың шастыр? Айару Шағой.
берілген тақырып бұл сыбайлас жемқорлық жолдарын табу. Бізге бұл тапсырмада қиын болғаны сыбайлас жемқорлықты нақты өмірде қалай табу керек екенін және оны біз топпен талқылай келе нақты жауабын таптық. Бұл тапсырмада бізге құнды болғаны әр адамның адалдығы мен әділдігі қоғамның дамуына әсер ететінін түсіндік. Бізге қызық болғаны бұл сыбайлас жемқорлық бұл қоғамның өзекті мәселесі. Біз оны тек жаңалықтардан ғана емес, өмірде де кездестіретінімізді түсіндік. Ал біз енді білімімізді қолданып қорытындылай келсек, өзімізден бастап адал болуға, әділ шешім қабылдауға және басқаларға да үлгі болуға тырысамыз. Өте тамаша. Жақсы. Келесі біздің тапсырмамыз бұл ойыңмен бөліс деп аталады. Видео материалды көру арқылы ой бөлісеміз. Енді балалар видео материалды көріп болсақ, осы бойынша өз ойымызды бөліссек, сен не айтасың? Біз осы видеороликте пара беру туралы көрдік, және де оның кері әсерін, адам болашағына қалай жаман жақтарын беретінін көрдік. Яғни бұл видеороликтің мән мағынасы пара беруден аулақ болу, адал еңбекпен жұмыс жасау керек екені көрсетілген. Жақсы, адалдық әрқашанда жеңетіні жайында. Енді балалар, келесі тапсырмамыз бізде біртұтас тәрбиеге негізделген. Яғни бұл жерде біз әр апта бізде немен басталады? Дәйек сөздермен басталады, дұрыс айтасыздар. Яғни келесі тапсырмада бұрыш әдісінде біздің атақты ғұламаларымыздың сөздері берілген. Осы сөздер арқылы сіздер попс формуласы арқылы, яғни түсіндіресіздер, пікір айтасыздар, мысал келтіресіздер, салдарын көрсетесіздер. Қазір алдарыңызда берілген тарату материалдардың ішінде әр бұрышқа бағытталған қағаздар бар. Сол қағаздарды ала отырып, сан 1 мен 4 аралығында осы бірінші, екінші, үшінші, төртінші бұрышқа қарай орналасамыз. Бір ғана адамның ақылы емес, бүкіл адамның халықтың ақылымен жүріп деп айтты дейді. Атамның баласы болма, адамның баласы бол. Бұл сөз арқылы Абай адам баласын жалпы адамзатқа пайда ететін рухани тұлға болуға шақырады. Адамның баласы болу өзіңді тек жеке мүддеңмен ғана шектемей, қоғамға, елге қызмет ету. Мысалы, Абай Құнанбайұлы 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деп айтқандай, егер әр адам осы ұстанымдарды өз өмірінде басшылыққа алса, қоғамда жауапкершілік артып, адамдардың бір-біріне деген сенімі, құрметі нығая түседі. Өте тамаша. Келесі топтаймыз. Арлы адам әділетсіздік жасамайды. Пікір, ар мен ұят адам бойындағы ең жоғары рухани құндылықтар. Арлы адам ешқашан әділетсіздікке бармайды, себебі ол өзінің ар ожданын қорғай біледі. Арлы адам үшін әділдік ол өмірлік ұстаным. Мұндай адамдар өзгелердің құқығын таптамайды, әлсіздерге жаны ашиды және өтірік айтпайды. Ал мысал, ел басқарушы немесе қарапайым қызметкер болсын, ол адал болса өз қызметін адал атқарады. Ал салдары, елімізде арлы азаматтар көп болса, онда қоғамда парақорлық, әділетсіздік және өзімшілдік азаяды. Өте дұрыс, жақсы. Балалар, енді біздің келесі тапсырмамыз сен білесің бе деп аталады. Экраннан көріп тұрғаныңызда қазақ ертегілерінің суреті берілген. Яғни бұл жерде сіздерге ертегілерден жетім бала, ер төстік және қараша сұлу аяз би. Бұл жерде балалардың, осы ертегілерде балалардың қандай құқықтары бұзылғанын айқындайсыздар. Оқуға құштар мектеп бағдарламасы бар, осының аясында сіздер алдарыңызда ертегілерден үзінді берілген, сол ертегілерді оқи отыра жауабын анықтаймыз. Топтан бір оқушы шығып қорғаймыз. Соғымен Қазақстан Республикасының Конституциясы берілген. Осыны негізге ала отырып, жерде дұрыс жауабын анықтаймыз. Жетім бала ертегісінде балаға ешкім қамқор болмай тамақ пен киімнен тарығады. Аш жалаңаш қалған жетім әділет іздеп жолға шығады. Сұрақ: бұл жерде бала құқығы бұзылды ма? Қай бапқа сәйкес? Бұл жерде бала құқығы бұзылды, және де бұл Қазақстан Республикасының Конституциясының 27 бабына сәйкес. Отбасы мен неке, әке мен ана, бала мемлекеттің қорғауында болуы қажет. Баланы тәрбиелеу ата-ананың құқығы әрі міндеті. Өте тамаша. Қарашаш сұлу. Қарашаш сұлу ертегісінде бай жиренше шешенің ақылына қызығып қызын бергісі келеді. Қызы: мені бір жалғыз атты кедейге бар деген несі, бармаймын деп астан кестен болып білінеді. Иә, бала құқығы бұзылды. Бұл Қазақстан Республикасының Конституциясының 18 бабы, бала құқығы конвенциясының 12 және 14 баптары. Әр баланың пікірін ескеру, еркін таңдау құқығы. Өте жақсы. Алдарыңызда бағалау кестесі көрсетілген. Сол бойынша топтарды бағалап жүрейік. Келесі тапсырмамыз жалғасын тап деп аталады. Бірінші, Қазақстан Республикасы азаматы қанша жасқа толғанда сайлау құқығына ие болады? 18 жасқа толғанда. Жақсы. Келесі, Қазақстан Республикасы қандай мемлекет? Бүгінгі сабағымыздың қорытындысы ретінде рефлексия жасасақ, кім айтады рефлексия? Бүгінгі сабақта құқықтық білімді арттырдым, экстремизмнің түрлерін түсіндім. Бүгінгі сабақта өте қатты ұнағаны ол ертегілер мен заңды байланыстырып, бала құқығы жайлы көп білгеніміз, және де қауіпсіз мектеп алуасы ережесін құрғанымыз ұнады. Өте тамаша, отыра. QR код арқылы Padlet тақтасына өтіп, бүгінгі сабағымызға рефлексия қалдырсақ. Жақсы балалар, кері байланыстарыңызға рахмет. Бүгінгі сабақта сонымен балалар біз құқықтық сауаттылығымызды арттырып, қоғамға қауіпті болған
мәселелер, әсіресе экстремизм, сыбайлас жемқорлық, қазіргі кезеңде балалар арасында көп кездесіп жатқан буллинг мәселелерін жөнінде ойымызды талқылап, біраз жұмыс жасадық деп ойлаймыз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.